Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы бөлім мамандықтар әлемі 53-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы біріккен сөздер. Балалар, біз сабағымызды ойын арқылы ойнайық. Сөз ойла, тез ойла. Ойын арқылы сөздер құрау. Сендерге сөздер берілді, осы сөзден сөздер құраймыз. Жарайсыңдар, яғни біріккен сөздер айнагүл, көкқұтан, қосаяқ, ақтөбе, тасбақа сөздерін құрауға болады екен. Келесі бейнебаянды көреміз. Ай мектеп. Не оқып отырсыз? Дана, мен Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқып отырмын. Көкшетау? Ол не туралы екен? Жазушы Көкшетаудың сұлу табиғатын суреттеп, оқ жетпес жұмбақтас бурабай туралы жазған екен. Көкшетау? Оқ жетпес? Қызық екен. Сонда оқ жетпеске шынымен де оқ жетпей ме екен? Жоқ, кезінде батырлар сол таудың шыңына садақ атып жеткізе алмаған дейді. Өте биік тау болған, содан оқ жетпес аталыпты. Ол тау қайда? Ол Көкшетауда. Көкшетау Қазақстанның солтүстік шығыс бөлігінде, сондықтан мына жақты қарайық. Мен табайыншы. Ал тап. Міне таптым. Көкшетау. Көкше және тау деген сөздерден шыққан. Екі бас тұз? Қаланың аты екі бас тұз деген сөздердің бірігуінен шыққан. Ол екі кесек тұз дегенді білдіреді. Бұл да біріккен сөзге жатады. Сонда қалай? Біріккен сөздер дегеніңіз бірігіп кеткен сөздер ме? Иә. Екі не одан да көп түбірден құралған сөздер біріккен сөздер. Мысалы, тас және бақа, тасбақа. Қырық және аяқ, қырық аяқ. Қол және шатыр, қол шатыр. Сары және шаян, сары шаян. Алты және бақан, алты бақан. Бағдар және шам, бағдар шам. Сол сияқты көкше тау. Ақ төбе, ақ тау. Сары ағаш. Талды қорған сияқты қазақтың жер су атаулары да біріккен сөздерге жатады. Ай және гүл сөздерінен құралған Айгүл деген қыздың аты да біріккен сөз. Біріккен сөздер екі не одан көп түбірден құралады. Бір мағына береді, бірігіп жазылады, бір сұраққа жауап береді. Сонымен, Көкшетау поэмасынан сіз қандай әсер алдыңыз, аға? Керемет, Дана. Көкшенің таза ауасын жұтып, көліне шомылып қайтқандаймын. Қайталайық. Біріккен сөздер. Екі не одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер біріккен сөздер деп аталады. Мысалы, Көкшетау, екі бас тұз, қаламқас. Жер, су аттарын білдіретін біріккен сөздерде қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылады. Мысалы, Сарағаш, Шилөзен, Әулие ата. Екі түбірден бірігіп жасалған кісі аттарындағы қатар келген екі дауысты дыбыстың бірі түсіріліп жазылады. Мысалы, Торайғыр, Мырзәлі, Қожахмет. Кейбір біріккен сөздер
өзгерген қалпында айтылуы бойынша жазылады. Мысалы, жазды күні, ботагөз, қолғап. Біріккен сөздер екі не одан да көп түбірден құралады. Бір мағына береді. Бірігіп жазылады. Бір сұраққа жауап береді. Жақсы балалар, енді оқулықтағы 25-ші жаттығуға қараймыз. Яғни сөз құрамына талда. Әр сөз неше түбірден құралған? Соған жауап береміз. Біріккен сөздер дегеніміз не? Осы сұраққа ережені айтамыз. Жақсы балалар, келесі 27-ші жаттығу. Берілген біріккен сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Мысалға, сендерге аққұтан, ақбөкен сөздер берілген. Жақсы, келесі тапсырма, мен эколог бола аламын ба? Ойын арқылы тест тапсырмасы берілген. Бұл жерде я, жоқ деп жауап бересіңдер. 7 тапсырмадан сұрақтан тұрады. Осы сұрақтарды оқи отырып жауап бересіңдер. Иә жауабына 2 ұпай, кейде жауабына 1 ұпай, жоқ жауабына 0 ұпай беріледі. 12-14 ұпайға дейін жинасаң, сен болашақта эколог бола аласың. Ал 6-11 ұпайға дейін жинасаң, сен табиғат үшін күрескер емес, тек оны қызықтырушысың. 6-дан төмен ұпай жинасаң, сен табиғат туралы мүлде ойланбайсың. Яғни, саған табиғатты сүюге, қорғауға ұмтыл деп кеңес беремін. Ал балалар, орындаймыз. Жақсы балалар, өздеріңді тексеріңдер, жарайсыңдар. Сендер де осылай орындады деп ойлаймын. Келесі тапсырма бізде біріккен сөз. Мен не түсіндім әдісі арқылы өз ойыңды түсіндір. Уақыт кетті балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни біріккен сөздер екі немесе көп түбірден құралады. Сендер де осылай орындады деп ойлаймын. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда біріккен сөз, етістік, сын есім, сан есім, зат есімнен жасалатынын білдік. Бір мағынаны білдіретін, бір сұраққа жауап беретінін түсіндік.